Hayırlı gün. Песочный тестосының рецептін ұсынамын. Видеоны соңына шейін көріп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осындай песочный мен холодильникке салып шығарып атқан кезім пирог пісіруге. Міне, өте керемет болып шығады. Бұл мен сосиски тесті. Пирог мясной сондай істеуге болады. Ортасына джем да қосуға болады. Өте керемет болып шығады. Мына жерде 2 жұмыртқа мен қаймақ бар. Осыны жақсылап тұрып араластырамыз. Видеоның астына жазып кетем. Осындай холодильник алып чөркалап өткізем. Маргаринді осылай песочный қылып, секілді қылып үгітіп аламыз. Жақсылап онға араластырып, онға матыр белкалаймыз. Видеоның астына жазып кетем қанша граммнан екенін. Міне осылай үгіттік. Енді қолмен осылайынан жақсылап тұрып үгітіп аламыз. Міне осылайынан үгітіп, жақсылап үгітіп алдық. Енді жаңағы қаймағымыз бен сұйықтықты құямыз, жұмыртқа араласқан. Содан кейін жақсылап тұрып илейміз. Қолға жабысқақ болу керек. Ештеңе артық қоспаймыз. Піскенде қатты болып береді. Сондықтан да осындай жұмсақ болған жақсы. Холодильникке 1 сағатқа қоямыз. Енді салафанға салып, тоңазытқышымызға салып қоямыз. Өте жұмсақ болу керек. Видеоның соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеле кетіңіздер.